Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бізде 3-ші сыныптың 70-ші сабағы. Математика сабағындағы 1-ші тапсырмадан 7-ші тапсырмаға дейін бірге орындайтын боламыз. Көбейтудің үйлесімділік қасиеті. Сен көбейтудің үйлесімділік қасиетін білетін боласың. 1-ші тапсырмада гүлбақта алаң гүлзармен безендірілген. Бағбанға гүлбаққа қанша гүлзар бар екенін санап шығу керек. Сызбаға қара, әр жағдайда есептеудің қалай орындалғанын түсіндір дейді. Бұл жерде қосындыны санға көбейтудің бірнеше тәсілі бар екен. Бірінші тәсілі қосындыны тауып оны санға көбейту. Екінші тәсілі әр қосылғышты сол санға көбейтіп шыққан көбейтінділерге қосу. Бұл көбейтудің үйлесімділік қасиеті деп аталады. Міне осы көбейтудің үйлесімділік қасиетін қолдана отырып, бүгінгі сабақта есептер шығаратын боламыз. Екінші тапсырмада да осы көбейтудің үйлесімділік қасиетіне бірнеше мысалдар берілген. Тіктөртпіштің периметрін әртүрлі тәсілмен қалай тапқанын жаңа түсіндірген. Кітаптарыңызда ол анық барлығы жазылып тұр. Жаңа бұл жерде көбейтудің үйлесімділік қасиеті болып есептеледі. Үшінші тапсырма. Есепте дейді. Бұл жерде есептеу үшін біздер бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. Содан кейін сыртындағы көбейткішке көбейтеміз. Сол кезде 20 мен 30-тың қосындысы 50-ге тең, 50 мен 5-тің көбейтіндісі 250-ге тең. Осылай қалған тапсырмаларда бір жақшаны бірінші орындап, сосын барып сыртындағы көбейткіштерге көбейтіп шығамыз. Келесі 4-ші тапсырмада гүлзарлардың периметрін әртүрлі тәсілмен тап дейді. Бұл жерде ені 4 метр, ал ұзындығы 6 метр. Оны табу үшін біздер 6 мен 4-тің қосындысын 2-ге көбейтеміз. Бұл бірінші тәсілі. Немесе жеке-жеке көбейтеміз. 6-ны 2-ге көбейтеміз, 4-ті 2-ге көбейтеміз. 20 метрға тең. Ал үшінші тәсілі бәрін бір-біріне қосамыз. 2 ұзындығы бар, яғни 6 метрдан, және 2 ені бар, 4 метрдан. Мәні қалай есептесек те, қай тәсілмен есептесек те, біздерде периметр 20 метрға тең болады. Бізде гүлзардың периметрін табамыз бұл жерде. Бұл жерде есеп құрастыруға болады. Яғни ұзындығы 4 метр, ені 2 метр. Әртүрлі тәсілмен бұл жерде есептеліп тұр. Гүлзардың периметрі 12 метрға тең. 3 тәсілде қолданылып тұр. Біздерге осыған ұқсас есептер құрастырып көр деген ғой, міне осыған құрастырылған есеп. Бұнда да солай бағбанға неше метр қоршау керек дейді. Қоршауды табу үшін біз периметрін 2 түрлі тәсілмен шығарып отырмыз. Яғни бірінші ені мен ұзындығы мен енін қосамыз, сосын бір 2-ге көбейтеміз. Екіншінде жеке-жеке ұзындығын 2-ге көбейтіп, енін 2-ге көбейтіп барып қосуға болады. Бұл екінші тәсілі. 5-ші тапсырмада ұзындығы 7 метр, ал ауданы 21 квадрат метр бақты қоршау үшін бағбан қанша метр қоршау керек дейді. Оны табу үшін бізде ауданы белгілі. Ауданы белгілі болса, ұзындығы белгілі, енін шығарып аламыз. Енін шығару үшін біздер 21-ді 7-ге бөлеміз. 3-ге тең, ал периметрін табу үшін 3 түрлі жаңағы бірнеше тәсілдерді қолданып табуымызға болады. Мына жердегі осы мына есептің жауабы болады, жаңа 5-ші есептің. Орындар ауысып кеткен. Келесі тапсырма бізде 6-ші тапсырмаға келдік енді. Тіктөртпіштің периметрі 20 см, ал ұзындығы 6 см. Тіктөртпіштің енін тап. Тіктөртпіштің енін табу үшін біздер ұзындығы белгілі периметрді 2-ге бөліп аламыз. Жаңағы біздер бағанан бері тауып отқан периметрларымыздағы амалдарды
кері амалын қолданамыз. Периметрді 2-ге бөлеміз, 20-ны 2-ге бөлеміз. Сосын барып ұзындығын азайтып тастасақ, ені шыға келеді. Міне, мында көрсетілген ұзындығы, сонда ені бізде 4 сантиметрға тең екен. Келесі 7-ші тапсырма. Біздің мектептегі әр оқушы бір ағаштан отырғызды. Оқушылардың жартысы қайың, ширек бөлігі жүкке, қалғандары үйеңкі отырғызды. Мектепте 800 оқушы бар. Неше бала қайын, нешеуі жүкке, нешеуі үйеңкі отырғызды деген есеп берілген екен. Қысқаша белгіленуін құрып аламыз. Мектепте барлығы 800 оқушы, қайың белгісіз, бірақ 2-ден 1 бөлігі, жүкке белгісіз, қанша бала отырғызған, бірақ 4-тен 1 бөлігі, үйеңкі белгісіз. Міне осыларды қайың, жүкке, үйеңкіні тауып, әр бала қанша шығарғандығын есептеп айтуымызға болады. 400 бала қайың, 200 бала жүкке, ал 200 бала үйеңкі отырғызған. Бұл жерде амалдың орындалу тәртіптері шешуінде көрсетіліп тұр. Бірнеше амалмен шығып жатыр. Бүгінгі сабақта сіздер көбейтудің үйлестірімдік қасиетін қолдана отырып, периметрларды бірнеше тәсілдермен қолданып, 3 түрлі тәсілмен қолданып шығардыңыздар. Міне, қай тәсілді алсақ та біздерде қате болмайды. Осы тәсілдерді қолданып, есептеріңізді шығара берсеңіздер болады. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болса, бізбен бірге үй жұмысын орындаған қызықты болса, каналға тіркеліңіздер, комментарийға жазып, лайк басып, подписаться батырмасын басыңыздар.